Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде студенттерге түрлі жағдайлар қарастырылған. Олардың бірі зертханалар мен оқу шаруа қожалығын болуы. Ол жерде білім алушылар тәжірибе алмасып қана қоймай, болашақ маман ретінде қалыптасады. Жерге төккен терді ақтау үшін қазату заманауи технологиялар арқылы бидай өнімдерін өсіруде. Олардың бірі GIS технологиялар. Ол арқылы ғарыштан түсірілген суреттер өнімнің сапасын бақылап отыруға көмектеседі. Ғарыш орталығымыз 2015 жылы ашылған, және де осы ғарыш орталығында көптеген де жұмыстар атқарылып жатыр, және де көптеген жобалар жұмысын жасап жатыр. Қазіргі уақытта біз аэрокосмостық спутниктерден ақпаратты жазып аламыз да, ол аэрокосмостық суреттер арқылы жаңағы бидайдың өсу фазасын бақылай аламыз. Қай жерлерінде бидай өсіп жатқан егіннің қай жерлерінде ауру бар, және де жаман өсіп жатқан жерлерін зерттеп біле аламыз. Университет азайып бара жатқан балықтарды көбейту мақсатында шаралар қолданып, оларды сақтау үшін әртүрлі жобалар ұйымдастырып жатыр. Бұл жолда жас мамандар оқу шаруа қожалықтарында судағы тіршілік иелерінің өсу процесін зерттейді. Бұл мамандықта біз студенттерді теория бойынша балықтарды қалай өсіру керек, қалай оларды қоректендіру керек, қалай тоғандарда жұмыс жасау керек, жаңа мелиорациялық жұмыстар, ол мысалы аэрация, тоғандарда дезинфекция жасау жұмыстары, аэрация қандай кездерде жасалады. Мысалы, жаз уақытында бұл бізде судың гүлденуі деген кезі болады, сол кезде жасалынады, немесе қыстың кезінде жаңағы балықтардың тұншықпау үшін жасалатын жаңағы мелиорациялық жұмыстың болып табылады. Осы барлық балық өсірудегі осындай жаңа сұрақтарды осы мамандықта біздің сабақтарда қарастырылады. Студенттер балық шаруашылығы мамандығы бойынша балық түрлерін, олардың ерекшелігін, сонымен қатар түрлі аурулардан емдеу шараларын бақылауда. Кейде білмей келетіндер болады. Осында келіп, біздің насихат жүргізіп, мұғалімдер сол кезде барып естіп, осындай мамандар бар екен. Сөйтіп түсіп, қазір алғыс айтып, рахмет айтып жүрген қаншама азаматтар бар. Сондай-ақ университетте өнерге жақын студенттерді бір шаңырақ астында жинау мақсатында өнер және шығармашылық факультеті жұмыс істеуде. Факультетте арнайы жабдықталған сахна, аспаптар, сонымен қатар дыбыс жазу студиясы бар. 5 үйірме бойынша студенттерді өнер майталмандары шыңдайды. Біздің университетіміздің 60 жылдан астам тарихы бар. Сол кезден бастап өнер және шығармашылық факультеті ашылған. Осы факультетке негізі дарынды студенттер келіп, өз білімдерін ары қарай шыңдайды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті тәжірибе жинақтау үшін нағыз платформа. Кәсіпорын іспеттес жоғарғы оқу орны күннен күнге тамырын кең жаюда. Университет жеткен жетістікті ескере кетсек, қазату дұрыс таңдау.